Ассалаумағалейкум, сіздермен жақсы жаманасы қаршыңыз қайсыздар. Енді мен бүгін күн жайлы 10 қызықты мәліметтер айтатынмын. Лайк басып подписаться етейік. Осы бастайын. Бірінші қызықты мәлімет: күн ең алдымен гелий сутегімен тұрады, оның беті қатты емес. Екінші қызықты мәлімет: күннің жасы 4-6 миллиард. Сондай-ақ әлі достар, күн 4-5 миллиард жыл өмір сүреді. Үшінші қызықты мәлімет: күн қызыл гигантқа айналса, Марс, Меркурий, Венера жерді жұтады. Төртінші қызықты мәлімет: күн 1 миллиард және 100 миллион жылдан кейін 10%-ға жарықтығы артады және бүкіл әлемде тіршіліктің жауына әкеп соғады. Бесінші қызықты мәлімет: күн әр секунд сайын 7 миллион тоннаға дейін өз заттарын күйдіріп отырады. Алтыншы қызықты мәлімет: күн секундта 450 шақырым жылдамдықпен күн желі таратады. Жетінші қызықты мәлімет: күн ақыр заманда 5 планетаны жояды. Бәрін жояды. Сегізінші қызықты мәлімет: күн магниттік өрісі жердің магниттік өрісінен 2 есе күшті. Тоғызыншы қызықты мәлімет: күннің ядросының температурасы 15 миллион градусты құрайды. Бетіндегі градусы 5,5 мың градусқа жетеді. Оныншы қызықты мәлімет: күн бірінші планета шығар. Короче, достар, мен сіздерге жақсы мен жаман анасы, сіздерге 10 қызықты мәлімет айтты. Сіздермен болған жақсы мен жаман анасы. Қош, сау, аман, жақсы болыңыздар. Келесі бөлімде біз жер жайлы айтатын боламыз. Олайса, сау болыңыздар.